Түлкібас ауданында ауылдық округтер мен кенттерді қамтитын 7800 гектар суармалы жерге қызмет көрсететін 13 су нысанының бетондау жобасы жүзеге асырылуда. Құрылыс жұмыстары 2024 жылы басталып, бүгінде аяқталу кезеңіне жетті. Жобаның толық аяқталуы мамыр айының ортасында жоспарланған. Жобаны салада тәжірибесі мол АТК 777 мердігер мекемесі жүзеге асырылуда. Құрылыс жұмыстарды мердігер мекеменің басшысы Төлеғали Әбдәзімнің тікелей бақылауында. Аталған жоба аясында жалпы ұзындығы 123 шақырымды құрайтын каналдардың 77 шақырымы бетонмен қапталуы тиіс. Қазіргі таңда жоспарланған жұмыстың шамамен 98% сәтті орындалған. Түлкібас ауданы бойынша 13 канал бойынша жұмыс жүріп жатыр. Оның қазір берілгені 2024 жылы апрель айында басталған 77 километр ұзындықта таспен қапталыну керек. Соның қазір 74 километр бітіп, 3 километр қалды. Оны 3 километрді осы май айының 31-інде бітіріп тапсырамыз. Біздің график бойынша уақытымыз майдың 31-і. Сол уақытқа түгел тапсырып береміз. Қазір қалып тұрған жұмыс 3 километр осы кен бойынша 300 метр, төмен канал бойынша 500 метр, жоғары көкірек бойынша 300 метр. Олардың бәрі бұрын астынан газ өткен, жаңағы кабель өткен, сол себептен олардың өткізбей болған. Сол кезде қазір техосып алынып, бәріне рұқсат алынып, солар істеп жатырмыз. Құдай қаласа 31 майға полный камал тапсырып береміз. Қазір мынау тұрған жеріміз кен каналы, су уже 2 жыл болды, су ағып тұр бұда бәрінде. Халықтың бәрі сумен қамтамасыз етілді. Бәрі тексеріліп, қабылданып қойылған жұмыстардың бәрі. Каналдарды бетондау жұмыстары күрделі әрі ең көп еңбекті қажет етеді. Алдымен арналар толық тазартылып, қамыс пен ағаш қалдықтарынан арылтылады. Тек содан кейін ғана бетондау жұмыстары кезең-кезеңмен жүргізіледі. Бұл бағыттағы жұмыстарды мердігер мекеме сапалы әрі уақытылы атқаруда. Ауыл тұрғындары мен шаруалар атқарылып жатқан іске ризашылықтарын білдіруде. Жоғарғы каналдан су ішеміз. Осы Қазсушар мекемесіне рахмет. Осы бетондап істеп жатыр. Осы бетондағалы бері су жақсы келді. Мен білетінім сол айтыр. Су жақсы келіп жатыр. Рахмет барлықтарына. Қазсу шаруашылығына өте алғысымыз көп. Мына су жүрмей жатқан жердің бәрі өте жақсы жүріп жатыр. Бұған дейін қандай еді бұл канал? Бұған дейін бұл каналда су тоқтап, әшейін ағаштар өсіп, судың бәрі тоқтап, ақпай, жылда тазалаумен болатын. Енді мұнан бәрі бетондалғаннан кейін су үнемді кетеді, жылдам жетеді жеткен жеріне. Рахмет. Алғысымыз шексіз. Басында батпақ болады. Қиналатынбыз, судың бәрі астына кетіп қалады. Қазір бетон болып, кішкене 21 ғасыр. Сапасына қалай көңілдеріңіз толып жатыр ма? Сапасына көңіліміз толып жатыр. Рахмет. Жоба барысында суару маусымының талаптары толық ескеріліп, диқандар ағын сумен үздіксіз қамтамасыз етіліп отыр. Қазіргі таңда қалған 3 шақырым бөлікте жерді тегістеу, арналарды тазарту және бетондау жұмыстары басталған. Аталған жоба толық аяқталғаннан кейін түлкібастық шаруалар суармалы сумен тиімді әрі шығынсыз қамтамасыз етіледі. Ұлдархан Олиханқызы, Есболат Тұрмаханов, САқ ақпараты.